Ассалаумағалейкум. Қазақ елі Жамбыл облысы Шу қаласы. 4-ші июнь 2026 жыл. Шу өзенінің жағасын табиғатын тас-талқан шығарып, ескі карьерін Жамбас ескі Жамбас Ақбоз Көктөбе ауылы қазіргі. Соның ауылында ескі карьердің орны мынау. Анау облысқа да барамыз ғой, сұраймыз табиғат қорғау орнынан, әкімнен. Мынаны Астанадан келіп арнайы несе Шу өзенінің жағасын не істеген олар? Шу өзенінің жағасын бәрін, суының бәрін не істеген? Құмының бәрін тас-талқан шығарып, мына КамАЗдар, қызыл КамАЗ, ақ КамАЗ. Ана құмды қараңыз, тау болып үйіліп жатқан. Иманғали, не мынау? Қалай күресіп жатсыздар? Көрініп тұр қалай күрескендеріңіз. Қараңыз, тау болып үйіліп тұр мына жақта. Ана катын алды. Шаң-қашаң тістен басып, КамАЗды тиейін деп жатқан, оның тиемей кетіп қалды. Мына каты бәрі. Қараңыз, заңды болса ол неғып тиемеске? Бұны тексеріңіздер. Не істеген мынау? Речканы саған сатып жіберген ба? Не болған? Талғат Оспанов мынау. Роудың бастығы мынау. Не болған? Өзен не болған? Сатылып кеткен ба? Шу өзені. Депутаттар кеңіздер, көріңіздер мынаны. Шу өзен жағасын кім рұқсат берді бұған бұндай қазғылауға, бет албат? Шу өзен жағасын бәрін тас-талқан шығарған ғой. Не істеген? Шу өзен жағасын бәрін құртқан ғой. Бүкілін мына жерін бәленбай километр жер тас-талқан шығарған. Құмды емін еркін, сағат қазір 6 шамасында міне осылай құмды алып, емін еркін каттардың 3 кат тұр, 4 кат тұр. Қарасаңыз, мына жерде 2 тұр, ана жерде 1 кат тұр, шу, тағы 1 кат жүріп баратыр. Тағы 1 кат жүріп баратыр, 4 катсымен құмды алып, емін еркін. Сіздер анақта кабинетте күресіп жатқан кезде бұлар бәрін аяқта Шу өзенінің бәрін тас-талқан шығарған. 6 айда үлкен осындай 6 факт ұстамаға болған. Неге? 1 айда 1 факт осындай үлкен объекті осындай КамАЗдармен, құмдармен күресіп жатыр, қылмыстық іс қозғады дейді. Жарияланбайды дейді. Мен жариялайын, бүткіл қазақ халқы білсін. Шу өзен табиғатын зиян келтіріп жүрген кім? Білсін. Қазір мына бетімен келген ғой мен. Қарасаң, өзеннің Төле би жақ бетінен. Осындай. Не істегенсіздер табиғатты? Кім рұқсат берді бұған қазғылауға? Өзінің шаршы метрі бар емес, өзеннің ортасы ғана қалған ғой. Екі шетінің бәрін тереңіп қазып тастаған ғой. Тас-талқан шығарған. Мына бетінде Шу өзен жағасының ортасын, Шу өзен су ағатын жерлердің бәрінің ортасын бәрін тереңіп қазып тастаған ғой. Міне осылай шаң-қашаң түсте қазып, емін еркін, бәленбай КамАЗ құм алған. Бұл анадан бері қарай майдан бастап жүргізіліп жатыр. Мен естіп жатырмын, балаларым қолым тимеді анадан бері қарай. Жынаған 2 ай болған. Апрель-май 2 ай болған. Қараңыз, ана жерде тау болып үйіліп жатқан құмды қараңыз. Мына жақта құмды қараңыз. Судан өзеннен алып, емін еркін. Осылай. Бүткіл техника КамАЗбен жинап қояды. Ана жерге өтіріктен асфальт завод, ана мынау дейді. 300-ден КамАЗ өткенде де ана неге жіберген мен? Заповедникке звондағам. Күрескендерің осы ма? Талғат Оспанов, мынау не есімдік? Қараңыз, қадағалаңыз, кім рұқсат берді бұлар қазуға бұнды дейді. Шу өзен. Не істеймін? Қаяқтан кейін Құдай Шу өзеннің табиғатын тас-талқан шығаратын. Кім бұл? Қаяқтан келген дүгей? Астанадан жоғары жақтан қараңыздар, депутат мырзалар. Қараңыздар, Шу өзеннің бәрін осылай. Мынандай таспен, мына жерден. Мынандай таспен күзді күнге дейін мына жерде ештеңе қалмайды. Өзен жағасын бәрін тап-таза қылады. Мына жағынан бастағаннан, ана жаққа дейін тас-талқан шығарған.
мына жаққа дейін тасталған шығар. Есептей беріңіз қаншама шаршы метрді құртқан мынау. Міне осылай. Сөзден не жекешелендіріп жүрген ба? Мынау не есімді? Жекешелендіріп жүрген ба? Не істеген? Мана мал базарда сатып тұр. Құмды ауыл ішінде құм төгіп тасып сатып жатыр. Қаяқтан алып отыр құмды? Әйтті ешқандай карьер жоқ дегенсіздер өткенде айтқансыздар. Или көрсетейін бе видеоларыңызды? Иманғали өткенде айттың ғой сен, ешқандай карьер ашылмайды, ешқандай рұқсат жоқ. Құмды айта берсең, анау тоқтай тұрыңызшы деп. Көрсетейін бе видеоларыңды? Не сұмдық мынау? Барам ертең Құдай қаласа жауап беріңіз. Құм кім рұқсат берді? Кім хозяин? Өзенді тас талқан шығарып, емін еркін құм алуға кім рұқсат берді? Астанадан арнайы жасақ келіп, бүткіл КамАЗын конфисковать етті. Бүткіл табиғаттың бәрін құртты мынау. Қатын бүткіл техникасын, табиғаттың бәрін құртқан. Мынау жаңа егесін анықтап, қобамен андаспайды знакпен ары қарай өтіп, емін еркін құмды басып алып кетіп барады. Не бұл жерде весасы жоқ бұның. Құмды алатын, өлшейтін. Весасы жоқ, өлшеген жоқ. Мұның қазір екі қоба кетіп баратыр. Өлшеген де жоқ, не істеген де жоқ. Ана басып шықты да кетіп баратыр. Трасса қарай. Трассаның бәрін құртты. Мін. Кетіп баратыр мін. Ал өлгенше құмды бас трассаның бәрін езет, қазір күн ыстық. Трассаның бәрін езетсін, кім жауап береді трассаны? 40 жылда ма, 35 жылда істелген трассаны. Мынау андаспайдың трассасына. Осылай жүрсін деп істелген жоқ бұл трасса. Мына Астанадан арнайы президент келіп, күреспесен арнайы жасақ жіберіп, мыналарын бәрін қамап, КамАЗдың бәрін өкіметке тартып алу керек қой, КамАЗдың бәрін. Или бұл бір шенеуніктік ма? Жоғарыда отқан. Кім рұқсат берді бұған? Күресіңіздер. Елбасы күреспесе болмайды мынаған. Астана депутаттар келіп мынаған. Кім рұқсат берді бұған? Табиғат. Сат жіберді мына жоғалдар ешкен. Сөзден. Мынандай талқандауға кім рұқсат берді? Таң қалып отырмын да. Сатып алды ма, не істеді мына жерде? Бүйтіп сатпайды ғой. Табиғатқа жандарың ашса айналайын. Анау жаққа КамАЗдармен жинақ қояды да, шетінен келіп, бір-екі КамАЗдан басы болып кетіп. Бүкіл КамАЗ осылай. Күресіңіздер мынамен. Ертең барам азанда, прокуратурадан бар, робудың бар. Не сұмдық мынау? Бүкіл видеоларын көрсем сатыр не істеп жүргендерін бәрін.